Осман 186 бөлімінің маңызды сәттермен бөлісетін боламын. Бала хатун балалармен және әскерлермен христиан әйелін арбаға салып алып бара жатқанда алдарынан София шығады. Софияның бар ойы христиан әйелін өлтіру себебі Паянаның Халиме екенін біліп қоймас үшін. Екі жақ бір-бірімен соғысады. София арбада жатқан христиан әйелін өлтірейін деп бағыт алады. Сол сәтте оны бала хатун көріп, христиан әйелін қорғаңдар деп айтады. София арбаға шығып енді қылышын тығайын деп жатқанда, Халафира қылышымен тосып қалды. Екеуі шайқасып жатқанда, Халафираның қылышы түсіп кетіп жерге құлап түседі. София Халафираны өлтірейін деп қылышын тығайын деп жатқанда, кенеттен Халиме келіп құтқарып қалады. Ал София таңғалып қарап тұрады. Ал Халиме мен Халафира қашып кетеді. Аман есен бәрі Софиядан құтылып, өз қоныстарына келеді. Халиме болса, христиан әйеліне келіп неге Паяна қыздарың деп айтты деп сұрап жатады. Сол сәтте бала хату келеді, ол да менің қызым қайда дейді. Бірақ айтпайды. Халиме қайта келіп сұрағанда, христиан әйелінен ол әйел мені кешір, сен Халимесің, Осман мен баланың қызы Халимесің дейді. Халиме болса жылап сенбейді, жоқ олай болуы мүмкін емес деп. Содан кейін барып қана сенеді. Өз ата-анасының Осман мен бала екенін, өзінің шын Халиме екенін, ал сол сәтте Осман өз әскерлермен бұрынғы қоныстарын алу үшін шайқасып жатады. Шайқаста жеңіп өз туларын іліп қояды. Сол сәтте бәрі бақытты болып бір-бірін құшақтап жатады. Бала хатунды көре сала Халиме қатты жылап құшақтайды.